Сәлем балақай, бүгін жануарлар туралы қызықты мәліметтер білетін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа балақай. Шимпанзе суға түскен кезде өсімдік жапырақтарымен суға малып алып, біздің жөкемен жуынғандай жуынады екен. Сен керіктің қалай ұйықтайтынын білесің бе? Ол мойнын арқасына қойып, немесе басын ағаштың бұтағына сүйеп ұйықтайды екен. Тасбақалардың құлағы жоқ, сондықтан олар біз сияқты ести алмайды. Ұшатын балық деген де болады, бірақ шын мәнінде олар ұша алмайды. Олар тек қанаттарын жайып, суда секіреді. Олар қауіп-қатерлерден осылай құтылады екен. Қызық па балақай? Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сау бол балақай.